Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қуырылған түшпараның рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, хрустящий болып шығады, жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 500 грамм салқын су және 7 грамм тұзымызды суымызға салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Енді 900 грамм ұнымызға бөлме температурасында тұрған 130 грамм сары майымызды араластырамыз. Ұн мен сары майды жақсылап қолдың көмегімен осылай араластырып алыңыздар. Ал енді ұнымызға суымызды құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Бір келкі қамыр болғанша жақсылап илейміз. Жақсылап иленген қамырымызды осындай салафан пакетикке салып, холодильникке қойып қоямыз. Бір күн бұрын илеп, холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Ал енді түшпарамыздың начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 килограмм картопты алдын ала қайнатып аламыз. Суыған соң осындай терканың немесе картоп езетін құралдарымен жақсылап ұсақтап аламыз, майдалап. Енді үстіне көз өлшеммен қара бұрышымыз бен қызыл бұрышымызды саламыз. Енді әркім әрқалай қалайды. Қуырылған пияз қоссаңыздар да болады. Ал мен тек қана картоп, тұз, қара бұрыш және қызыл бұрышты ғана қолданамын. Өз қалауларыңызша жасай беріңіздер начинкасын. Ал енді холодильникте тұрған қамырымызды шығарып, осында 2 зуалаға бөліп аламыз. Ал енді қамырымызды бешбармақтың қамыры сияқты бір келке етіп жайып шығамыз. Бешбармақтың қамырынан сәл қалыңырақ болу керек. Түшпараның жасалу жолын ары қарай осылай видео рецептпен көріңіздер. Түсінікті етіп түсірілген. Соңына дейін видеоны көреміз.
Видеода көріп тұрғандарыңыздай менде 2 үлкен және 1 кішілеген түшпара шықты. Енді майымызды қыздырып қуырып аламыз. Өте керемет болып шығады. Егер де менің видео рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Видеоны соңына дейін көреміз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге Тоғжан. Алдағы уақытта көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.